Түлкіден де өткен қу қаз. Бір күні түлкі оттап жүрген бір қазды ұстап алып, алдыңғы екі аяғымен басып тұрып, мазақ қылып, біраз азаптайын деп мұртынан күліп: Қаз, сенің қолына мен түссем, сен не қылар едің? Қаз сәл ойланып тұрып: Не қылар едім, белгілі емес пе? Сені тісіммен тістеп тұрып, екі аяғымды кеудене қойып, көзімді жұмып, Құдай, бергеніне мың шүкір дер едім де, сені жеп қояр едім, депті. Түлкі: Мынауың дұрыс екен, мен де сені өзің айтқандай қылып жейін, депті де қазды тістеп, өзі шоңқиып отырып, алдыңғы екі аяғын кеудесіне қойып, көзін жұмып, Құдай дей бергенде, қаз қанатын қағып қалып, қаңқылдап ұшып кете беріпті. Түлкі Құдай деген күйінде аузын аңқита ашып, шоңқиып қала беріпті. Қазақша ертегілер көп болсын десеңіздер, арнаға жазылуды ұмытпаймыз.